Ғарышты игеру 1957 жылы Кеңес одағы жерден спутник 1 серігін жібергеннен басталады. Тек 4 жылдан кейін ғана Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан бірінші адам болды. Ұшу ұзақтығы 2 сағаттан аз болды, бірақ сол кезде ол үлкен жетістік еді. 1969 жылы Кеңес одағымен бәсекелескен американдықтар айға ұшуды бастады. Біздің табиғи серігімізге алғаш аяқ басқан адамдар Нил Армстронг пен Эдвин Олдрин болды. Ғарышқа ұшудың келесі маңызды қадамы 1981 жылы болды. Ол алғашқы ғарыштық шаттлдың құрастырылуы еді. Оны ғарышқа ұшыруда бірнеше рет қолдануға болатын. Жер мен ғарышты зерттеуде маңызды нәрсе ол орбитаға жіберілген жасанды серіктер мен басқа ғаламшарларға жіберілген ғарыш зондтары. Соңғысына Марсқа қонған көптеген зондтар және күн жүйесінен тыс кеткен Voyager 1 мен 2 зондтары жатады. Соңғы жылдары халықаралық ғарыш станциясының құрылысы басталды. Онда ғарышкерлер жұмыс істеп, тұра алатындай етіп станция салынуда. Станцияның 6 лабораториясы болады деп жоспарлануда. Қазіргі таңда халықаралық күш біріктірудің арқасында орбитаға құрылғыларды ұшырып станцияға қосуда.